Жігіттер, сендер менің ең жақынымсыңдар. Туысымнан да жақынсыңдар. Қанды қырғынның талайын сендермен бірге өткердім. Ешбірің сатып кеткен жоқсыңдар. Батырға сенімді жауынгерден артық не керек, а? Сендердің әрбіреуіңе жанымды беруге даярмын. Имандай шыным. Байлармен соғыста да, қызылдармен соғыста да біргеміз. Айту қиын. Бірақ айтпасқа болмайды. Міржақып мырзадан хат алдым. Жігіттерді таратып жібер. Өз қалауларымен өмір кешсін депті. Таратқаның несі? Сен қайда, мен сонда. Қызылға берілгенше қарақшы болғаным жақсы. Қызыл үшін қарақшы болсаңдар, мен үшін қырансыңдар ерлерім. Бірақ жағдай қиын болады. Бізді ұстауға арнайы жазалаушы әскер шығыпты. Не бұйырасың, едіге? Тараймыз. Бетпе-бет соғыса берсек, бәріміз өлеміз. Ауыл-ауылға тарап кетіңдер. Алаш қайтадан атқа қонса, өзім ақ жинап аламын. Амансыз ба? Қош келдіңіз, аға. Аманбыз, қош көрдік. Бізге Мағжан Жұмабаев кел. Отыра беріңіздер, ілтипаттарыңызға рахмет. Қалыңыз қалай, Мағжан? Амансың ба, қағаз? Күркіміз бұрынғыдай емес, бірақ күлкіміз сол қалпы. Көп болды ғой келмедің. Қызылжар қалай, аман ба? Осы жердің ауасына редакция. Айтпақшы, естідің бе? Газет көшеді. Білем. Көшіретін мен ғой. Қағаз. Денсаулығың қалай? Маған жабысқан кеселді естіген шығарсың. Айғалар емеспін. Мәскеудің мықтыларына да бардым. Бірақ еш көмек жоқ. Бәрі жақсы болады. Алашқа сендей қыздар керек. Омбыда бұрыннамысың? Бір-екі айдың көремі болды. Ғылыми жұмысты қайта қарап жатыр. Сенші? Газет көшіру оңай шаруа емес, Мағжан. Бостандық туы Қызылжардан шықса халқынан қол үзбей қоймайды қағаз. Ол маңда уыстан шығып бара жатқан дүние көп. Шаруаларды қойып, балалар оң терісін айыра алмай барады. Мектеп керек. Мұғалім оқытатын үлкен мектепте керек. Газетте керек. Әзірге қолдан келмей жатыр. Бірақ театрда керек. Қымыз. Редакциядағы, баспадағылардың барлығын кіші залға жинаңыздар. Мағжан ақынның сіздерге айтары бар. Сөйле, Мағжан. Сенің сөзге шешен екеніңді
семинарияда байқағам. Әсіресе қыздар қауымына. Бостандық. Бостандық елдікі. Қанды отты тарихы бар. Кең бай тілі. Өзгелерге үйлеспейтін шаруасы бар қазақтікі. Бостандық үркердей оқығандардікі немесе жуан қоныштық емес. 6 миллион алаштық екенін ұғынуымыз керек. Ал оқығандар сол 6 миллион елдің қызметшісі екенін ұғыну керек. Сондықтан тізе қосып іс қылатын заман келді. Ел керек болса, іске көшейік жас буын. Мағжанның бұлай қанаттанып сөйлегенін көрмегелі қашан. Мағжан қазақтың бірлігін ойлайды ақ қағаз. Біздің буын бірікпесе де, кейінгілер жұдырықтай болса екен дейміз. Қараш. Достар, бауырларым, Мағжан ақын айтты. Оқығандар 6 миллион елдің қызметшісі екенін ұмытпау керек деді. Дұрыс. Қазақ таласында батырлар да, оқығандар да жетеді. Ұшса құстың қанатталатын жер ғой бізде. Тұлға болар ұлдар қалай тумайды. Көресіңдер, біз оқымыстылар елі боламыз. Батыста өз ұстаз, өз дәрігер, Халил Досмұхамедұлы сияқты ерлер бар мысалы. Шығыста, Зайсанда туып, заманды өзгертуге талпынған отыншы Әлжановты қалай ұмытарсың? Оңтүстік пен Жетісудың жүзі жарқын болсын деп, тұтас қазақтың тағдырын алаңдаған Тұрардың мәртебесіне қалай сүйсінбейсің? Ай, бәрекелді бауырларым. Болар елдің баласы осылай сөйлесе керек, Әр адамның жолы маңдайға жазғаны бөлек. Бірақ ұлт мұратының алдында өз елін қызғыштай қоруға даяр. Қазақтан асқан ұлт аз. Осы сөзіме сеніңіздер. Жетісуда, Алтай мен Арқада ұлтын сүйетін ұлдарға кендемес. Сендер де соған жалғасыңдар, жастар. Ерлік, елдік, бірлік қайрат бағардың. Жауыз тағдыр жойды бәріне бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жолдыз бабам тілесен қалды. Сендер барда, жастар аман тұрғанда, мына мен Мағжан да өздерің айтып отырған алаштың оқығандары да тек биікке самғай бермек. Тілдерің таза, жолдарың ақ болсын. Мен қуанып тұрмын. Мен заманымда қандай едім? Мен ақын, шешен, тілмәр бабаларымның бұлбұлдай сайраған үн едім. Қазақтың тілі едім, мөлдір судай таз едім. Шартас құрған толқында екпінді, нар кескендей өткір едім. Ал енді қандай? Бұлғанып барам, кірленіп барам. Жасадым, мұқалдым. Мен не көрмедім? Маған әкеліп парсы менен арапты қосты. Ал мен қазақтың тілі едім. Бір күндері мені мүлдем жоқ қылғысы келгендер де болды. Тіріде ұшпақы болғыр абайға өкпем жоқ. Тірілер де ара түсуші аз болды. Мен жылы сөзді ең алдымен осы күнгі Ахмет деген кісіден естідім.
біздің Алаштың, Әлиханымыздың сөзімен түйіндесек, Мағжандай ақыны бар. Бір жерде тізе қосып отырған 6 миллион қазақтың тілі қалай жоқ болады? Рахмет. Мағжан Жұмабай неге Түркістанға келмей жатыр? Даңқын білеміз, дауысын естісек деп едік. Келер. Елдің қалауы болса келер. Біздің сөзімізді болашаққа жеткізетін Мағжан. Ахмет ұстаздан асырып айта алмаспын. Мағжанды күтсеңдер, келеді. Айтарымыз бар едіге. Сендер не? Бұйрық тыңдамайтын болғансыңдар ма? Жігіттер тарап кетуден бас тартты. Едіге, өзіңмен бірге боламыз. Барар жеріміз жоқ. Мен сендерге алдымызда не күтіп тұрған айттым емес пе? Хабар алдық. Қызылдар Міржақып мырзаны тұтқындамақшы екен. Солардың штабындағы біздің адам айтты. Ендеше қаруларың сайма. Антымыз адал боламыз. Қорғаймыз. Жасасам отанның адал ұлдары! Сондықтан езілген халыққа большевиктер теңдік әперетініне менің көзім жетті. Мен де большевик болдым. Бірақ большевик болдым, толдым екен демейік. Алдымызда бізді күтіп тұрған ел үшін үлкен істер тұр. Жұмыла істейік. Рахмет. Жақсы сөйледің. Ұмытпа, мен революциялық трибуналдың төрағасымын. 27 жасында мемлекеттің революциялық трибуналын басқару тек Нығметтің ғана қолынан келеді. Мойындай? 28 жасында халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болған Сәкеннің лебізіне қуанамыз. Сен қазір премьер-министрсің ғой. Нығмет. Басында большевиктің ұранына толық сендік. Қазір де сенеміз, бірақ мазалайтын тұсы көп. Жаңа үкімет біздің елді жарылқауға асықпайды. Бұлардың біздің дәстүрді, дінді, мәдениетті бұзуға талап қылармен сезбейді дейсің бе? Біздің жолымыз күрес, Сәкен. Әлиханның жолымен жүрмесек те, әлдилеп отырған мына кең даланы өзге жұртқа жем қылуға болмайды. Мағжан, мен сапарға халық комиссарлар кеңесінің жоғары лауазымдыларымен бірге жүретін едім. Бірақ бұл жолы сізбен бірге жүрдім. Құрметіңізге алғысым шексіз. Менің мақсатым Ақмола губерниясындағы жағдайды көзіммен көру. Аштықтың неге одақтағы өзге елдерге қарағанда қазаққа қатты әсер етіп жатқанын анықтағым келеді. Анықтап қайтесіз? Камиев мырза. Қазақ аттан түсті ғой. Аттан түскен соң мал бағу қиындап қалды.
Оның үстіне биылғы жұт 4 түлікті теңкитті де тастады. Сол да сөз болып па? Қазақ деген атауды қайтарып алдыңдар. Жұмысшыларға да, кедейлерге де теңдік берілді ме? Берілді. Өсемін, өнемін дегеннің қолын қаққан ешкім жоқ. Бірақ Алашорда алдымен уақытша өкіметті, артынан Колчакты жақтады. Қызылдар десе жиырыла қалады. Неге? Ол бүгінгінің мәселесі емес. Алашорда бүгін құрылған жоқ. Түннің астында, күннің астында түгендеп, 4 құбыласын көрген ұлы түркінің сарықты ғой. Біз жер жаралғалы бар едік. Біз қазақ едік. Біз күн күркіреткен империя болдық. Менің еділ бабам руымның қақпасын қамшымен қағып қорқытқан. Менің бабамның тұлпарының тұяғы Еуропаның тас көшесін түзеп кеткен кездер болған. Менің бабам арабтың да, парсының да қан іздеген әскерін кері бұрған. Қытайға қорған салдырған. Ол енді Тұран даласының ең құдіретті шағы еді. Енді айтыңызшы, Лев Борисович, менің осы жолдан бас тартуға хақым бар ма? Менің құрметті ақыным, бұл халықтың жадындағы қиял. Біздің үкімет қиялға емес, нақты істерге қарайды. Я, қиял, бірақ қиялдың ең кереметі, ол ешқашан өлмейді. Алашорданың бағдарламасымен мен таныспын. Алашорданың арманын түсіну үшін Тұран даласында туу керек. Құрметті Лев Борисович. Солай де, менің алдымда бұлай сөйлеуге шыдамайсыз деп ойлап едім. Неге? Сіз қазақ даласына қонақсыз. Менің елім қару кезеп тұрса да, қонаққа ренжімейді. Қайдан көрдің сен, а? Қайдан көрдім? Мен Сәбитпін. Сен едігесің. Ревкомның генералы Шаровты қанжарлап өлтіргеніңді білмейді ғой деймісің? Қара бөрік деген қазақ сен екенсің ғой, а? Сенің басың керек емес маған. Мыржақ мырзам. Онда сүйегің осы деннің астында қалады. Дәл тұрған жеріңде. Едіге, шошаңдатпай тоқтай тұр, айтып алайын. Мен большевикпін. Білесің. Ұлтшылдарды ұстау науқаны жүріп жатыр. Мыржақ бағамды бүгіннен қалдырмай сырт қалып кетіңдер. Шекарадан аста жақсы болар. Мен ескерттім. Сақ болыңдар. Ей, Сәбит. Ұлтшылдар сенің ата жауың емес пе, да? Саған не болған? Қимайтын аға, сенде ғана бар деп пең. Сонымен не депті? Мырзам, аналар Байманның жылқысының жарысын тартып аламыз деп қорқытыпты. Құтырайын деген екен қызылдың қу түлкілері. Көмек, егер өлсең, сүйегің сол жылқының тұяғында қалсын. Ұқтың ба? Бар.
Ал, айт. Әке, кетемін. Мәскеуге. Не түртті? Бұл үйде адам болып өмір сүретін ешкім жоқ. Таңдауың, тағдырың. Әке, дала мен қаланың күресінен шаршаған жоқсыз ба? Қашан бітетін мынау? Осы қалада өзін, өз өмірін, өзінің отбасын ойлайтын біреу қалды ма? Қызым, қазақтың бағы да, соры да осы. Мәңгілік күрес. Содан кейін балалар үйін аштық. Осылай жолдас Каменев. 200-ден астам бала осы жерде. Ол жақсы. Қазақ жерінде балалар үйін көп ашу керек. Сол арқылы аштықтан сақтаймыз. Ал сіздер Мағжан мырзаның айтқанын орындаңыздар. Ол енді аштыққа қарсы комитеттің мүшесі. Менің атымнан сөйлей алады. Сенің атың кім? Кенесары. Бізді Ресейге жібереді дейді ғой. Иә. Ол жақта қарындарың тоқ болады. Білім аласың. Бармайым, апам жалғыз, мен кетсем өледі. Тым болмаса сендір қал. Мені тыңда. Оларға бас көзім. Иә. Кім екеніңді ұмытпа. Ұқтың ба? Иә. Құдай жар болсын Міржақып аға. Екеуміз бір заманның төледік. Едіге, мерт боласың ау. Уайымдамаңыз. Тартыңыз. Қызылдың қорқаулары! Жақындаңдар бері. Едіге енді ешкімнен қорқпайды. Ажалды ақмақ емес Едіге. Күні біткендерді ол да жақсы білет. Бостандық деген періште кетпекке ұшып алысқа. Ақ қанатыны қомдап тұр. Өліп бара жатсаң да өлең оқығаныңды қоймайсың, ә? Бұл кімнің өлең?
Міржақып? Жоқ әлде Мағжан ба? Мағжан, Ұран жазам деп, ұлтын азғыратын Мағжаннан басқа кім болушы еді? Міржақып қаладан қашқанмен, қара жерден қашып құтыла алмайды. Сенің алашың ертең қазақтың топырағына сіңіп жоқ болады. Көрден тұрған ешкім жоқ. Қара жер бәрін жасырады. Сені де жасырады. Сенің қураған сүйегіңнің үстіне біз қала салатын боламыз. Жасасын отанның адал ұлдары. Менің жайым естерің демей, 40 сылтау айтып, ұстазға мына екеуіңді жасырамын деп көрмегенім жоқ. Еске алар дүниелер көп. Семинариядағы сәттер енді қайтып оралмайды. Дұрыс айтасың. Құдай білет, мен оқу бітіріп кеткен соң қызықта қалмаған шығар өзі. Нығмет, орның білінді. Мағжан, босат енді. Ол қазір премьер-министр ғой. Басынан оқта аяғына тұсау түспеген арқаның жылқысының еті. Сірә осындай-ақ болса керек. Әттең мал қырылып жұрт жұтап қалды. Сол зобалаңды тоқтату үшін жанталасып жүрген жоқпыз ба? Мағжан, семинария уақытында Шоханның кітабын қолыңа алып, кітапхананың қақ төрінде отырушың. Шоқан Уәлихановтың тереңіне біз бойлай алмаспыз. Ал Мағжан бұл тұңғиықта еркін жүзеді. Шоқан демекші. Сенің ақындық шабытыңды паш еткен батыр баян ғой. Оқыдым Мағжаным. Шынын айтайын. Бойымды шымырлатып, тамырымды тулатып жіберді. Жүрегім, мен зарлымын жаралыға. Сұм өмір абақты ғой саналыға. Бір ғайыр шанау түсін тағы. Ойлайды, күңіренеді, толғайды ақын. Күрсініп көзіне жас алады да. Ақында адамзаттан дос болмайды. Жалғызақ сырын сөйлер қаламына. Не болды? Қазақтың ақындары бірі оқымайды деп бедің? Мен де білем сенің сәкенді оқитыныңды. Ал, астан алайық. Алсын. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалап ол күнде жарлы жан жоқ алашта, бай пейілі кең еді. Қайыры көп ағайын, кедейде жоқ уайым. Керек десең бір тайын, сұраусыз ұстап мінеді. Жылы жүзді бәйбіше, керсеңдей, үлкен аяқпен ұстата саумал береді. Шыға қалса бір жұмыс ұзап кетпек артығыз, бітімге биге келеді. Қасымның қасқа билігі, есімнің ескі билігі, алдында сайрап жатқан соң, көпті көрген көне бей, қара жолмен желеді. Бір тиын пара алу жоқ, қисыққа құлақ салу жоқ, туралық, шындық екеуін қаз қатарғып желеді. Шілдеде самал ескенде, жайлауға ауыл көшкенде, ат айғырға мінісіп, қыз бозбала жарысып, тереңнен әзілдескенде. Тісі меруерт тізілген, белі қыпша үзілген, хор сықылды сол сұлу
Ха-ха-ха деп күлгенде. Бұйық бір жатқан кең дала бейне бір жаныма енеді. Өткен күнді ойласам, ойға терең бойласам, кешегі қайран қазақтың сәулеті мен дәулеті көз алдыма келеді. Көз алдыма келеді. Мен келем тау ішінде түнден етіп аймақты күңірентіп өлеңдеді. Астымда мінген атым сылаңғаға жалтақтап қолақтарын елеңдеді. Ақбозат менің тұлпарым, шалған көңіл сұңқарым, көкірек теріп жұттым мен ауаның жазғы жопарын. Алаштың емес, қызылдың жолымен кетті демесең, мына Сәкеннің ұлтшылдығы екеумізден де асып түсер. Дұрыс айтасың. Жолдары бөлек демесең, жандары бір ғой мына екеуінің. Тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Бұл үшін әлі жауап береміз. Жоқ әлде арамызда сатқын бар ма? Кеңестер елі кеңесіп шешеді екен деп жауларыңмен де кеңесіп жүрген жоқсыңдар ма осы? Мынау Ақмола, Семей, Қызылжар мен Көкшетау түгелдей алаш қойып тұр. Әйтпесе, Міржақыпты неге ұстай алмадық? Сәбит, сенің ұстазың емес пе? Бірдеңе демейсің бе? 1922 жылдан бастап Түркістанды ірге қылып, бізге қарсы шықпақшы деп жұрт шулап жүр. Бұндайда қайтпек керек, Жоқ әлде бұлардың бәрі бесіктерінде жатқан кезден бастап тұншықтыру керек пе, Сәбит? Мына жақта Мағжанды неге тұтқын қалмаймыз, Алаш туралы жазады. Омбының уысынан шығатынын біліп, газетті Қызылжарға көшіріп алды. 2 жыл бойына мұғалімдер курсын басқарды ма? Соны бітіргендердің бәрі неге алашшыл? Неге алашшыл, Сәбит? Жолдастар, мен большевикпін. Кедейдің, жұмысшы таптың жағындамын. Сондықтан мына Доспаев жолдас неге маған қарап сөйлейтінін түсінбедім. Түсінгім де келмейді. Yat! Yutuy! Халіңді қалай сұрайын? Ұлдыранның кезі. Қайда кетіп барасың? Қайғылы елдің иесі.
Бүгін вагонға салам. Ана Петербордағы көпестер ақшасын төлеп қойған. Сыйлық қой. Жат! Ей, мысық неме. Сен менің рухымда кетіп барасың. Жолбарысың. Жолыңыз болсын, Лев Борисович. Рахмет. Анау жолбарысқа менің де жаным ашыды. Білесің бе, омбыдағы анау басқосудан кейін қазақ даласын бір көрсем деп өзім келдім. Енді көңілім орнына түспейтін. Аштық буындырып барады, Лев Борисович. Сіз келді деп қуанғаным сол. Памголдың төрағасы өзіңіз. Аштықтан бұратылған елге көмек болса менің өлкем шет қалмас екен. Мен Константин Поповпен сөйлесем. Қолымнан келгенше көмектесем. Сен бақытты ақынсың, Мағжан. Жоқ. Біздің елде ақындар халыққа еркелейді. Мен кімге еркелеймін? Мына халыққа ма? Қанты көрген жақсы емес. Қашаннан бұлайға еке? Біраз болды ғой. Санап жүр ғой деймісің. Петерборға Қазанға бар деп айтар едім. Әттең. Болды. Шипагерім болды. Өзім де әбден шаршадым. Өзіңіз турасын айт деген соң, турасын айтайын. Ұзақ жүрмейсіз. Қай күні төсек тартып қаларыңызды бір Құдай біледі. Күрмегей. Мырзам. Мені тұрғыш. Не дейді, Шипагер? Уақытың таяды дейді. Әлгі біздің Міржақыпқа кеткен жігіттер оралды ма? Жолда. Үйге Шипагердің келгенін екеуміз ғана білетін болайық. Менің айтарым осы. Алашорда бізге кедергі. Олар басқарып отырған ұйымдар кедергі. Ташкенттегі Ақжол газетін кім басқарып отыр? Міржақып. Еңбекшілердің оқу институтын кім басқарып отыр? Досмұхамедов. Бостандық туының шекесінде кім тұр? Мағжан Жұмабай. Семейдегі Совет үкіметінің атынан шығады деген газет журналдың барлығын басқарып отырған алашордашылар. Бұларға не болды? Бұлар неге біздің идеяға сенбейді? Мүмкін біз бір ісімізді дұрыстай алмай жатқан шығармыз. Біз оларды жау көре бермей, өз қатарымызға тартуға тырыстық па? Жоқ. Ендеше
Жолдастар, қимылдайық. Ассалаумағалейкум, Мағжан аға. Сәбитжан, сенің жоғалып кетіп оралатының жақсы. Қайда жол тарттыңыз, аға? Сенің үкіметің азық тауып бере алмай жатқан жұртты аралауға. Бірнеше күн болмайым. Үй сенікі. Аға, сіздің үйіңізде тұрып, оқуымды жалғастырсам, кілт табылдырды. Ассалаумағалейкум, мырзам. Аш бетін. Тірі. Әлі өлген жоқ. Бұл өзі біздің жігіттерге қайдан тапып жүр? Білуімше, едіге 3 жыл болды. Алаш Орданың әскерінің сардарларының бірі екен. Орда тараған соң, Міржақып мырзаларға адалдығында қалыпты. Біздің жігіттер Міржақыпты құтқарамыз деп жеткенше, қызылдар тауып алыпты. Міне, мына едіге Міржақып мырзаны қашырып жіберіп, қызылдармен жалғыз өзі шайқасқан көрінеді. Куәгер бар. Біздің жігіттер қансырап жатқан жерден тауып алып, көтеріп алыпты. Не істейін, мырзам? Зынданға тастайын ба, жоқ әлде басын кесіп алып, көрсетейік пе жұртқа? Емдеп жазып, жөніне жіберіңдер. Мырзам. Ай, күрмек ай. Ермек өлді. Мынау алаш деп басын құрбандыққа тіккен екен. Ұлтымның кегін қумай, ұлымның кегін қуып кетсем, менің кім болған? Мағжанаға жүре берейік. Қасқарайып кетеді, әлек ауыл бар. Айналаңның бәрі сатқын. Сәл үнсіз қалсаң үйтіп жеуге дайын. Сен бірдеңені өзгертем дейсің. Ай, сорлы. Сараңғыдай саған ештеңе бермеді, Алаш деп едің. Жырым-жырым болдыңдар. Махаббаттың уын шем деп едің іштің. Ақыры сүйген сұлуғың сағым қайналды. Ақын боламын деп едің болдың. Бірақ сені тыңдап жатқан адам бар ма? Я! Менде Алаштан басқа ешкім жоқ! Мәшкүрге сәлем бермей кетпейтіндеріңді білдім ғой. Ассаламағалейкум. Алашқа Мәшкүр ағатай. Отыра ғой. Ұзақ жол оң солыңды таңдаушым еді. Мәшкүр Жүсіптің Мағжан келеді деп күткеніне 2 күн. Ал әзірге аман есенбіз. Мынау жұрт 7 ағайынды Мағжан. Биылғы қыста біздің өлкенің жартысы жан тапсырайын деп тұр Мағжан. Мәшкүр айтты дегенше, заман айтты десеңші. Аштықтың жайы.
ауылдарға көмек береді деген соң ахуалды біліп есеп қисап жасайық деп жолдамыз. Иә, жұрт жалмайды. Бірақ жұрт өлмес. Ұшып өткен алаштың ақынат құсы қайтып оралғанда бәрі қалпына келер қарағым. Ол оралғанша орнымыз қара жерге айналатын шығар аға. Мәшһүрдей ағамызбен аш-жалаңашты түгендеп жүріп жолығамыз деп кім ойлаған? Әдебиет туралы әңгімелесуіміз керек еді. Арғы тарихты, бергі тарихты санап, сақ-сақ күліп, бабаларымыздың ерлігіне тамсанып отырар мек шіркін. Адамды адам жеңбейді, заманды заман женеді. Ақиқат жолында жалындап, Құдайдың қалауымен емес, адамның қолынан қаза болғандардың жұлдызы ғасыр соңында жанар қарағым. Ғасырдың соңында жарқырай жанарсыңдар. Алашыңның жүрегіне от, көзіне күн болып жағыларсың. Күн жақсы болса кездесерміз аға. Жолдарың болсын, өлмейтіндер. Аға неге ұзақ тұрып қалдыңыз? Кеттік. Жат елге жаны қысылып бар жатқан жаралы жолбарыс. Саған серт. Ақмоншақты жас төгіп арбада кеткен жеуден көз. Саған серт. Аға, соңғы кезде өз ойыммен алысып жүрмін. Идеологиялық қайшылықтар туралы айтып едіңіз ғой. Ана күнгі кездескенде. Сонда да жаныңыз ашиды. Сонда да бауырыңызға тартасыз. Мен адасып жүрмін бе аға? Ойлансам, өзім жақтап жүрген үкіметтің жеңгеніне қуана алмайды екен. Өрігімді лақтырып, бірге қуанғымақ келеді. Бірақ жүрегім қуанбайды аға. Неге? Аласапыран, ана аласапыран дүниеде қазақтың тағдырына сіздің де, біздің де жанымыз ашиды. Бірақ большевиктер үкіметі жеңгені жеңген. Көзімді жұмсам, бір оқыған қазақтың шерлі жүзін көрем. Бір оқыған қазақтың шаттанғанын көрем. Бір қазақ жеңіп, бір қазақ жеңіліп жатқандай. Мұңын жасыра алмай, сол екі қазаққа
кезек қараған сізді көрем аға. Мен шаршадым. Жиырма екінші жыл жақсы болады Зайка. Игі жақсының бәрі Түркістанда. Әсілі, өлшеулі ғұмырдың ең тәтті мұңы да, ең жақсы жыры да жастықтың еншісінде екен. Алаш болған заманда қазақтың көгін, Мағжан Жұмабаевтың жұлдызы жарық қылғанын білерсіз. Ол жұлдызды тұлымды баланың көзінен де, тайғақ кешкен тұлғаның сөзінен де көретініңіз шын. Мағжан жастығымен үндескен Қызылжар, Омбы шаһарындағы қызметінен соң, 1922 жылдан Ташкент шаһарына тұрақтайды. Соңынан Мәскеудегі жоғары әдебиет көркемөнер институтында оқиды. 1924 жылдан бастап шығармалары ауыр сынға ұшырап, ұлтшыл деген айып тағылды. Бірақ ағартушылық қызметін тастамай, ұлы Тұран идеясын жырлауда жалғастыра берді. 1929 жылы Мағжан Жұмабаев Алқа атты жасырын ұйым құрды деген айыппен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жыл айдауға кесілді. 1936 жылы 6 жылдық азаптан соң Максим Горкийдің араласуымен бостандық алып, елге келді. 1938 жылы ұлтшыл деген айыппен қайтадан қамауға алынып, алаш арыстарымен бірге ату жазасына кесілді. Ақынның нақты қайда жерленгені әлі күнге белгісіз. Бірақ Мағжанның рухы осы ұлы дастанды келер күнге жалғайтын, мыңдаған жастың темірқазығы һәм адаспас арманы болғаны сөзсіз.